эмоция сенің күшің, ал реакция маятниктің энергиясы. Тоқтауды үйренсең, күш өзіңе қайтады. Эмоция сана емес, бұл автоматты тез іске қосылатын реакция. Маятник дәл осы импульске жабысады. Реніш, ашу, қорқыныш, мазасыздық. Эмоцияны тоқтатудың 3 әдісі бар. Бірінші, іштей стоп деу. Эмоция көтерілген сәтте сана бір мезетте жүреді. Осы секундта маятникке энергия бар. Екінші, дене сезіміне ауысу. Аяқтың жерге тигені, денедегі салмақ, тыныстың тереңдігін сезіну. Терең 1-2 рет тыныс алу. Сана қазіргі сәтке келгенде эмоция автомат түрде әсер етеді. Үшінші, эмоцияны өзіңмен теңестірмеу. Іштей айтыңыз, қазір эмоция шықты, бірақ бұл мен емес. Эмоция бұлт сияқты келеді де кетеді, ал біз аспан. Сол дистанция эмоцияны әсер етеді. Бірақ бір нәрсе анық, бұл тәсілдерді білу ештеңе демейді, егер біз оларды қолданысқа түсіре алмасақ. Ол үшін алдымен өзімізді сезіне үйренуіміз керек. Соңғы рет ашуланған кезіңізді есіңізге түсіріңізші. Сол сәтте сіз өзіңіздей бола алмай қалдыңыз, солай ма? Ашу адамның санасын жауып тастайды. Кейбір әрекеттеріміз байқамаймыз. Сондықтан ең бірінші дағды өзіңізге сұрақ қою. Қазір не сезіп тұрмын? Қызығы, жанымыздағы адам мазасыз болса, оған не болды деп сұраймыз. Яғни байқаймыз. Ал өз ішіміздегі мазасыздықты көп жағдайда байқамаймыз. Өзіңді сезіне бастағанда эмоция сен емес, сен эмоцияны басқарасың. Ары қарай трансерфингті бірге зерттеу.